Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Рамазан Тарауих айы. Жылына бір-ақ рет келетін қасиетті Рамазан айын түнін құлшылық ибадатпен өткізудің сауабы мен пайдасы ұшан теңіз. Тарауих біздердің өткен біліп істеген, білмей істеген күнәларымыздың кешірілуіне жол ашатын Алла тағала үшін сүйікті намаз. Тарауих сөзінің негізгі сөздік мағынасы демалу, тынығу дегенді білдіреді. Бұл жөнінде ардақты пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: "Ман қама Рамадана иманан ва ихтисабан, ғуфира лаху ма тақаддама замбихи." Кімде-кім Рамазан айында шынайы сеніммен сауабын тек Алладан ғана күтіп, түнгі ғибадат құлшылық, яғни түнгі намаз, тарауих, тахаджуд намаздарын үзбей оқитын болса, бұрынды соңды күнәлары кешіріледі деген. Ендеше осы Рамазан айында ғибадат құлшылығымызды жасап, тарауих намазының ракағаттарының ұзақтығына сабырлық танытып, құлшылық ибадатымыз жасайтын болсақ, онда Алла тағала біздердің біліп білмей істеген күнәларымызды кешіреді екен. Осы тұста тарауих намазын үй ішімізбен, ата-анамыз, бауырларымыз, бала-шағамызбен оқуға тырысуымыз керек. Алла тағала қасиетті Құран-ы Керимде: "Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликумун нар ва қудухан нас вал хиджара." Ей иман келтіргендер, өздеріңді және де үй іштеріңді отыны адамдар мен тастардан болған оттан сақтаңдар деп біздерге ескертеді. Ендеше Алла тағала біздерді Рамазан айының сауабынан құралақан қалдырмай, қияметте уәде етілген жәннаттың ар-райян есігінен кіруге Алла нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.